Агрегаттық фаза ауысуы. Заттың үш агрегаттық күйін білеміз. Ол қатты дене, сұйық және газ. Қатты дененің сұйыққа айналу процесін біз балқу немесе еру дейміз. Сұйықтың газға ауысу процесін булану немесе қайнау дейміз. Керісінше енді газдың сұйыққа айналу процесі конденсация, сұйықтың қатты денеге ауысуы қату немесе кристалдану дейміз. Осын барлық фаза ауысулардың ортақ бір қасиеті ол бұл процесс кездерінде температура тұрақты болып қалады. Мысал келтіретін болсақ, мұз және су. Мұз суға айналған кезде температура өзгермейді, әр нөлге тең болады. Немесе сұйық газға айналу процесс қайнау дейміз. Судың қайнау температурасы 100 градуста су қайнай бастайды. Енді барлық су буға айналғанша температура өзгермейді, ол 100-ге тең болады.